Енді Міржақып Дулаттың көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты, жер кетті, дін ашарлап, халық арам боп, қазағым енді жарамасты. Яғни осы өлеңдер жинағының өзіне қарап, қазақ халқының оян қазақ атты еңбек өлеңі шыққан еді. Яғни бұл жерден көріп отырғанымыздай, сол кезеңдегі қазақтарды ояту мақсатында шығарған еді. Енді алаш қозғалысы 20 ғасырдың 30 жылдан 80 жылдар аяғына дейін алаш қозғалысы ғылыми тұрғыдан зерттелмей ұмыт қалып еді. Бірақ ұлтшыл буржуазияшыл ретінде бағалана бастады. Яғни бұл деген сөз үлкен айып еді. Енді алаш зиялылар партия құру әрекеті алғашқы бірінші орыс революция кезінен басталды. Мысалға 1905-1907 жылдар аралығындағы. Ал 1917 жылы Омбы, Орынбор, Орал, Семей, Ташкент, Петропавлда бірнеше ұйымдар пайда болды. Яғни бұл ұйымдардың пайда болуы бұл патша үкіметінің құлауынан кейін жүзеге асырылды. 1917 жылы 27 ақпаннан кейін.